Қайырлы күн достар, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге 11 жасар сіңілімнің таңғы асқа жасаған панкейк рецептін ұсынғым келеді. Өте оңай жасалынады, өте дәмді болып шығады. Сіздер де қыздарыңызға көрсетіп, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен біз таза ыдысқа 2 жұмыртқаны шағып аламыз. Ары қарай венчиктің немесе вилканың көмегімен жұмыртқамызды кішкене араластырып, оның үстінен 3 ас қасық шекер саламыз. Бұл жерде достар, біз арасына шоколад қосатын болғандықтан шекерді 3 ас қасық қостық. Егер сіз шоколадсыз жасайтын болсаңыз, 4 ас қасық шекер қосыңыздар. Осылай шекерлеріміз қосып алғаннан кейін тағы да араластырамыз. Шекер мен жұмыртқаны біріктіріп алып, оның үстінен 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Достар, осы жерде айта кететінім, барлық керек заттарды видеоның астына описание бөліміне жаза кетемін. Сіздер де қарап жасап көріңіздер. Піскен сүтімізді құйып аламыз және де 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Сұйық май қосу себебіміз, біз қазір табада пісірген кезде табаға май құймай пісіреміз, сондықтан бізге май қажет. Және ары қарай біз ұнымызды електен өткізіп, осылай қосып, жақсылап араластырамыз. Міне достар, бізде осындай сұйық масса шығуы қажет. Қатты сұйық емес, осындай орташа сұйықтықта масса шығады. Табамызды қыздырып қоямыз. Міне, мен сіздерге тағы да көрсете кетейін. Ары қарай арасына қосатын мен осындай Қазақстан шоколадын қолдандым. Қалауларыңызша қоспай жасасаңыздар да болады. Қоспай жасап, мёдпен және қаймақпен ұсынуға болады. Біз шоколадтарымыз үлкен болмас үшін осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Отымызды осындай орта оттан төмен отта пісіретін боламыз. Қатты табамыз қызып кетпеуі қажет. Қызып кетсе біздің панкейкіміздің екі шеті пісіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан орта оттан баяу отта пісіреміз. Достар, егер сіздерге осы видео ұнап жатырса, каналыма тіркеліп, лайк басып және де пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Пікірге қай қаладан қарап отырсыз және қанша жасар қызыңыз бар туралы да жаза кетіңіз. Достар, видеоға мұқият қарасаңыздар, алдымен бірінші кезекте кішкене құйып, оның үстіне шоколад құйып, тағы да құямыз. Міне осындай көбікшелер шыққан кезде біздің панкейкіміздің астыңғы бөлігі пісті деген сөз. Осылай жеңіл, өте оңай аударылады. Астыңғы беті бізде достар, бетіне көбікшелер шыққанын қарап тұрыңыздар. Көбікшелер шыққаннан кейін осылай аударсаңыздар, толықтай пісіп шығады. Міне достар, біздің панкейктеріміз дайын, өте оңай жасалынады. Қарап тұрсаңыздар, құрамы да үйде бар заттардан жасалынады. Сіздер де қыздарыңызға көрсетіп жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.